Қазақша нақыл сөздер, ақылды ойлар. Адам қыш сияқты күйген сайын қатая түседі. Әлем жұмыс істемей-ақ байып кеткісі келетін еріншектер мен байып кетпестен жұмыс істеуге дайын тұратын ақымақтардан тұрады. Есіңде болсын, ақшаға сатып алуға болатын барлық нәрсе арзан нәрселер. Ұнатқаныңа үйлен, әйтпесе үйленгеніңді ұнатуға мәжбүр боласың. Қашықтық еш нәрсені бұзбайды. Жас айырмашылығы еш нәрсені бұзбайды. Ата-ананың пікірі еш нәрсені бұзбайды. Барлық нәрсені адамдардың өздері бұзады. Шынайылылық мықты адамдарға жарасатын қасиет. Тәуелсіздік бұл үлкен жауапкершілік, сондықтан одан көп адам қорқады. Өтпейтін өмір жоқ, сынбайтын темір жоқ. Тісі ауырып тұрған адам барлық сау адамдарды бақытты деп ойлайтынындай, кедейлер де байларды дәл сондай бақытты адамдар деген қате пікірге барады. Жұмысы жемістінің өмірі келісті. Жұмыс тыныштығы үшін 3 нәрсе жетерлік: шағымданбау, біреуді айыптамау және өзіңді ақтамау. Уақытыңның босқа өткені, өміріңнің бос кеткені. Құстар сияқты аспанда ұшуды үйрендік, балық сияқты суда жүзуді үйрендік. Енді адам сияқты өмір сүруді үйренсек болды. Өмір қартайса да, көңіл қартаймайды. Шошқалармен күресіп жетістікке жете алмайсың. Киімің лай болғаны қалады. Махаббатсыз өмір тастақта өсіп, қурап қалған ағашқа ұқсас. Айналадағылардың пікірінен бас кешіп, армандарына қарай қадам басу ешқашан кеш емес.
көңіл жақсы болғаны, өмір жақсы болғаны. Нағыз ұлылық дегеніміз өз қатесін түсіну. Көп қарттың ішінде бір бала дана болар, көп баланың ішінде бір қарт бала болар. Сенсіз өмір сүре алмайтын адамдардың қадіріне жет. Сенсіз де бақытты өмір сүріп жатқан адамдардың соңынан жүгірме. Кәрісі кімнің бар болса, хаты соның қолында. Егер қолыңнан бір нәрсе келетін болса, мұны тегінге істеме. Ұлы бардың ұрпағы бар. Басқалардың қолынан келмеді дегені, сіздің де қолыңыздан келмейді деген сөз емес. Ұят иман белгісі. Кімнің күлкісі көбейсе, құрметі азаяды. Менменнің тобасы қабыл болмас. Сабыр, мойын ию емес, күресу. Жүйрік атқа мінген Құдайын ұмытар. Қателіктен кейін тәубесіне келген адамдармен жүріңіз. Себебі олар ең жұмсақ жүрек иесі. Құдай бергенді молда бермес. Аш адамға балық берсең, бір күн тоқ болады. Ал керісінше оған балық аулауды үйретсең, өмір бақи тоқшылықта өмір сүреді. Құдай десең құр қалмассың. Қараңғыда жалғыз қалсаң, көлеңкең де сені тастап кетеді. Құдайдан сұрасаң кешірер, кісіден сұрасаң, екі көзіңді өшірер. Өмір сүру оңай, біз өзіміз оны қиындатамыз.
Қорық Құдайдан, қайт ырайдан. Өмірге бір-ақ рет келіп, еш нәрсе істемегеннен қорқынышты нәрсе жоқ. Қайырымсыз болса ханнан без, өткелсіз болса судан без, асусыз болса таудан без, пайдасыз болса байдан без, панасыз болса сайдан без. Ақиқат көп сөзді талап етпейді. Өтірік үшін әрқашан сөз жетпейді. Атасыздан би қойсаң, дәметпестен дәметер. Еркектер өзі сүйетін әйелден абай болуы керек. Себебі ол сүйгені үшін барлық құрбандыққа дайын болады. Біреуді қор тұтсаң, қор боларсың. Біреуді зор тұтсаң, зор боларсың. Сәттілік батыл және қорықпайтындарға серік болады. Өзің жығылсаң, өкінбе. Сараң бай қайыршыдан да кедей. Өзіңнің кетпендей мінін көрмей, біреудің инедей мінін көреді. Жақсы өмір, сау тамақ және тыныштық дәрігерден мықты. Жаман еркек той бұзар, жаман әйел үй бұзар. Әр адам өз өмірінің суретшісі. Бәйбіше Құдай бұйрығы, тоқал иттің құйрығы. Ешкім сіз жайлы еш нәрсе айта алмайды. Адамдар не десе де, олар мұны өздері жайлы айтады. Екі қатын алғанның дауы үйінде, жаман қатын алғанның жауы үйінде. Сіз бұл өмірге өзгелердің қалауын орындау үшін келмегенсіз. Жарың, жан жолдасың. Екі қатын ұрысса, ұрлығы мен қарлығын айтар.
Сөздің көркі мақал, иектің көркі сақал. Құрметті достар, осы видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін сіздерге мың алғыс. Арнамызға жазылып, видеоның астындағы подписаться деген сөзді басып қойыңыздар. Және де осы видео сізге ұнаса, лайкпен қолдап жіберуіңізді сұраймын. Осы видеоны жақындарыңызға таратуды ұмытып кетпеңіз. Ал мен сіздерге барлық жақсылықты тілеймін. Сіздермен бірге болған Темірбай Гүлжанат және Білім ТВ арнасы. Келесі кездескенше күн аман болсын.